зона комфортқа кіріп алғам ғой. Жалпы ол солай ма, қаншалықты? 3 этаж офис екен ғой, ортасынан магазин ашып аласың ғой. Қобыз не жаңа домбыра тартып атқан. Сөйтем де бір мезгілде ана ой тастайды. Алдынан атып шығып, ана кісі шошып кеткен. А ол депрессия емес, мына жердегі қара құрдым, пустота. Прикинь деймін, таза жоқ екен деймін. Сол тақырыпқа бір қатысты ойыңызды айтып кетсеңіз. Мынау планеталар, ғалам, оның барлығы бір-бірімен байланысты ғой. Жиналу керек болған. Контактта болатындай. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіз Кано подкаст каналындасыз. Сіздермен мен Қанат Жаңбырбайұлы, және бүгін бізде қонақта жүргізуші, кәсіпкер, дизайнер, блогер және медиум Жанат Бақытова. Жанат ханым, қош келдіңіз. Армысыздар, құрметті көрермендер, өте қуаныштымын. Эфирге шықпағалы көп болып еді. Қуаныштымыз. Жанат ханым, жаңағы мен айтып өткендей, әртүрлі салада енді қызмет атқарып, сол саланың әрқайсысында бір белгілі бір үлкен жетістіктерге жеткен адамбыз. Жаңа қоғамда сізді жүргізуші деп біледі, кәсіпкер деп біледі. Соңғы 1-2 жылдықта сіздің мына жаңа дәуірге қатысты ақпараттарыңыз арқылы медиум деп танып жатады. Мынадай сұрақтан бастағым келеді. Жанат ханым бүгінгі таңда кім, немен айналысып жатыр, қысқаша айтып өтсеңіз. Мен негізі өзімнің өмірбаяным туралы еш жерде айтпағанмын. Қысқаша өзімді таныстырып өтейін. Есімім Жанат. Атырау облысы Қызылқоға ауданы Миялы селосында 1984 жылы дүниеге келдім. Қазір енді мына рухани әлеммен байланысты әңгіме айтып жүргеннен кейін енді басқаша бағытта айта кетейін. Неге ол жерде туылдым жалпы? Оның жауабын енді біліп жатырмын. 2 жасыма келген кезде, енді 2 жастағы бала есім білмейді ғой. Бір уақытта бір құдірет болды әйтеуір. Ауылдағы үйде тұрмын. Мына жерде зал болған. Сол залда бүйтіп терезеге қарап тұрмын. Бір мезгілде ішіме бір күш кіргендей болды. Мен бір ояндым да, жан-жағыма қараймын. Мынау кімнің үйі деп. Айналып шықтым. Суреттер тұр. Бүйтіп қараймын. Мынау кім екен? Папасы болды ғой, мынау анасы болды ғой. 4 баласы бар екен деп қараймын. Сөйтіп бөлменің бәрін қарап шықтым. Әлі күнге дейін сол үй есімде. Сөйтіп айнаға қарасам, жаңағы әкесінің алдында отырған кішкентай бала, өзімді 2 жастағы. Сол кезде қайтадан басталды ма деппін. Сол момент әлі күнге дейін есімде. Далаға шықтым. Шарбақ бар, үлкен бақ бар. Бәрін қарадым. Яғни сол Миялы селосының ауылын әлі күнге дейін білем. Енді 2 жастамын ғой. Сол сәт мен үшін жұмбақ болып қалды. Оны енді ешкімге айтқан жоқпын. Ата-анама айтсам сенбейді. Кейін сол қандай жағдай болды, содан кейін әр күнім есімде. Балабақшаға бардым, бірақ балабақшада мен ішім пысатын. Басқа балалар енді жылайды ғой. Мамалары тастап кеткен кезде. Мен отырып айтатын, неге жылайсың? Сен кешке үйге барасың ғой, тамағыңды ішсейші. Солай үлкен адам сияқты болатынмын. Және өте асығыс. Әйтеуір бір күнді асығумен болдым, күттім. Нені күтіп жүргенімді өзім білмеймін. Мен өсуді күттім. Сөйтіп 4 жасымда әкем мен анам мені Алматыға алып келді. Енді қандай ол кезде процесс параллель жүріп жатқанын білмеймін, бірақ қыдырған болып алып келді. Үшеуміз қыдырып жүрміз. Бірақ мынау Алматының Алатауы барлығы маған қатты ұнады. Сосын әкем айттым, әке, біз Алматыға көшіп келейік. Алматы маған ұнады дейді. Енді 4 жастағы баланың әңгімесіне ме, ол кезде енді әкем кәдімгідей бір үлкен беделді қызметте отыр, редактор деген сияқты. Күлді, деген сияқты. Қалай ауылға бардық, әкемнің жаңағы жұмыстан шықты. Қысқасы 5 жасымызда, мен 5 жасқа толған кезде, яғни 1-ші классқа барайын деп тұрмын, Алматыға көшіп келдік. Содан бастап Алматыдамын, Миялыға барған жоқпын. Бірақ Миялыны мен өте жақсы білем, көшелеріне дейін білем. Себебі жаңа 2 жастан бастап мен барлығы есімде. Одан кейін енді өмірім әдеттегі балалар сияқты өтті. Оқыдым. Сосын интернатта оқып жүрдім өзім.
10 сыныпқа келген кезде менің сіңілім, әпкемнің қызы Зарина 1 классқа бару керек болды. Сол кезде неге екенін білмеймін, жаңағы интернаттан бізді ата-анамыз шығарып алды да, ол кезде орыс мектебі, 53-ші мектеп, әу бастан орыс мектебі болған. 1 жыл жаңағы аралас мектебі болады деді. Сол кезде басталды ғой, бұрынғы орыс мектептерді қазақша, орысша аралас. Сол мектепке 1 болып кірдік, бірақ бізді қабылдамады, жаңа кемсітті. Мен қатты қарсы тұрдым. Кім шу шығарып жатады, Жанат шу шығарып жататын коридорда жаңағы орыстың ұлдарымен төбелесіп жататын. Себебі біздің қыздарды тепкілейтін. Қазақша білмегеннен шеттетті ма, қалай қабылдамады? Енді өмір бақи жаңағы орысша мектеп болғаннан кейін қабылдай алмады. Сендер бізге кіріп келетін кімсіңдер деген сияқты. Мектепке келем, жаңа 10 оқитын қыздардың жаңағы сабап сөйтіп жататын ол балалар. Мен шыдамайтым. Барамда сонымен жаға жыртсамыз, ортада кім кінәлі, Жанат кінәлі. Енді мектептің жаңағы меңгерушісі мен директор бұрыннан енді балаларды үйретіп, соларға үйреніп қалған, мені шеттететін. Олғы осы бастайды, осы тентек деген сияқты. Мен үйде отырып жылайтынмын. Мектептен шығару керек, бұны бүйту керек деп. Үйде отырып, оңаша отырып жылайтым. Не деген әділетсіз деп. Сөйтіп келесі жыл мектепке барым келмеді, бірақ бару керек болды жаңағы. Заринаны жетелеу керек. Мен 11-ші сыныпта, ол 2-ші сыныпқа барады. Сөйтіп барсам, жаңағы мектептің директоры мен завучы парамен ұсталып кетіпті. Басқа директор келді. Сол кезде өзім таңғалдым. Қазір енді барлығын өткен өмірімді лента сияқты көз алдыма келтіріп жатырмын ғой. Сонда құдіретті күштер өздері әу бастан жетелеп жүр екен. Одан кейін әдеттегідей университетке түстім. Бір күні 2-ші курста оқимын. Ана тілі ару дейтін болады, үлкен сайыс Казгуде. Сөйтіп кетіп бара жаттым да, мен мынаған қатысам дедім. Бірақ әке-шешем қарсы болды. Ол үлкен сайыс, оған қатысу үшін сенің уақытың кетеді, қаншама киім алу керек, жаңағы запись жасау керек, өнер көрсету. Сен өнерің жоқ қой дейді маған. Не дұрыстап сөйлей алмайсың дейді. Мен көпшілікмен сөйлеспейтін. Бірақ мен айттым, мен қатысам дедім. Ата-анам құптамады. 30 қыз жан-жақтан қатысып жатыр екен. Енді барлығы өнерлі. Қасында ата-аналар шапқылап жүр. Мен қасында ата-анам жоқ. Сөйтіп Сымбатқа барам, сән үйіне. Жалынып тұрмын ғой, енді ақшам жоқ. Өтініш, мен осындай сайысқа қатысам. Бір күнге киімдеріңізді бере тұрыңыздаршы деп. Сөйтіп әр жерден киімдер алдым. Жаңағы сайысқа қатыстым. Кәдімгідей телеарна келіп түсіріп жатты. Мен қасымда 1-2 курстас қыздар әйтеуір. Тырқылдап күліп тұрмыз. Не істеп жүргенім өзім білмеймін. Сонда бір құдірет, сонша дайындалып жүрген қыздардың арасында менің 1-ші орынға шығуым. Ол мен үшін, мен қатты таңғалдым, шыны керек бар ғой ана жерде. Өйткені былай қарасам өнерім де жоқ. Бірақ бір күш солай болу керек сияқты болды. Өйткені Қазақстан телеарнасынан көрсетті. Сөйтсем, бұның изюминкасы жаңағы жерде хабар арнасының продюсерлері отыр екен. Мені телеарнаға ертесі күні шақыру керек болды. Мен әлі Сымбаттың киімін өткізейін деп жатсам, маған келіп айтты. Сен ертең кастингке кел, хабар арнасында бір передачаның жүргізушісін іздеп жатырық дейді. Сөйтіп Сымбаттың костюмын жаңағы түсте өткізуім керек, жүгіріп барып сол киіммен хабарға кірдім, кастингтен өте салайын деп. Сөйтсем қолыма осындай не берді, мынандай қағаз. Бұл не десем, осындай студияда программа уже түсіп жатыр, жүргізуші жоқ дейді. Сен просто кіресің де ана текстті оқисың дейді. Мен айтам, мен камерамен жұмыс істеп көрмегем. Мен қалай ол деп білмеймін, бар дейді, кіргізіп жіберді. Ана жерде деген кәдімгі Алтыбақан деген дәстүрлі үлкен программа бар еді ғой. Өңке өнерлі, қобыз, не жаңа домбыра тартып отқан. Мен көзім бақырайып тұр, жап-жас қызмын. Қолымда текст әйтеуір дір-дір етіп бірдемен жүргізіп шықтым. Телеарнаға ең алғаш қадам басуым содан басталған. И мынандай нәрсе болды да, мен кірген кезде ана орын мені күтіп тұрғандай. Барлығында сондай болды. Ол программаны 1 жыл жүргіздім, кішкене опыт жинадым. Сөйтіп өзім Казгуде оқимын, филологияда.
бір күні бір мұғалім айтты: Жанат, сенде кішкене болса да опыт бар ғой, НТК арнасына жүргізуші іздеп жатыр деді. Жарайды, бара салайын, онда нем кетіп баратыр деймін. Мен барсам, ана программа қазақша. Ең алғаш рет, оған дейін орысша болған, ең алғаш рет қазақша программа, жаңалықтар шығайын деп жатыр екен. Соған міне шығады деп жатқан кезде жүргізуші жоқ, мен кіріп барам. Все, дайын дейді, опять мені шығарып жібереді жаңалықтарға. Қол әйтеуір дірілдеп, тікелей эфир ғой, әрең шығам. Оны бір жыл жүргізем. Сөйтіп, не істеймін деп отырған кезде КТК арнасындағы жүргізуші жұмыстан кетіп бара жатады. Қайттан мен соң орнына келіп отыра қалам. Сөйтіп 12 жыл телеарнада жұмыс істедім. Енді оның жауаптарын қазір біліп жатырмын ғой. Мен келгенде шығып бара жатқан жүргізушілер осыған дейін маған ренішті, өкпелі болған екен. Анандай: сен келіп бізді шығарып жібергенде біз сезініп жүрдік дейді. Енді қазір біліп жатырық қой, жоғарғы құдіретті күштердің арқасында әу баста біздің араларымызда келісім болған екен сол жүргізушілермен. Мен орнымды дайындап қоямда, сен келгенде орнымды берем деген. Қазір солардың барлығымен қайтадан танысып жатырмыз рухани әлемде. Осы бағытта олар керісінше маған көмектесіп жатыр қазір. Ең таңғалатын нәрсе осы. 12 жыл жұмыс істедім. Отбасылы болдым, балаларым болды. Сөйткен кезде өзі 12 деген сан құдіретті сан ғой. Жаңадан бір бастық келді де, бүкіл жүргізушілер жұмыстан шығу керек деді. Мен ана жабысып отырмын. 90 000 айлық. Мен енді жұмыстан шықсам қалай күн көрем? Мен аштан өлем ғой. Мен қай енді зона комфортқа кіріп алғам ғой. Сөйтеді де именно мен жұмыстан шығару керек болады да. Жақсы деймін. Ол кезде уже мынандай оюлы осындай костюмдер киіп шығатын едім. Телеарна жаңалық жүргізген кезде. Сонда мен ат жөнімді білмейді ел, ана қазақша оюлы киім киетін диктор деп айтатын. Басшылар қарсы болды: сен не күнде наурыз жасап жүрсің дейді. Мен айтатым: неге оюлы нәрсені біз 21-22 наурызда киіп 23 сандыққа салып қоюымыз керек? Біз күнде киюіміз керек. Мына оюдың кәдімгідей ол мәні бар. Бұның энергиясы бар деп сол кезде өзімше түсінбесем де айтып қоям әйтеуір. Сөйтіп жүрген кезде әйтеуір оюлы киім киетін диктор деп танитын жаңағы жерде қысқасы ана бастық мені сол жерден шығару үшін сондай миссиямен келген ғой. Жаңалық жүргізетін болғасын, әр өңірден дизайнерлер мынандай киімдер береді сыйлыққа. Өзім жұмыссыз отырмын, не істеймін? Сөйтем де бір мезгілде ой тастайды: магазин ашсай дегенше. Менің енді мақтанғаным емес, бірақ өзімнің бала күннен бір қасиетім, ой келсе тоқтамайтын, 2 минутта орындауым керек. Сөйтем де магазин ашсай деген кезде үйден шықтым. Қаланың шет жағы ғой, Талғар жақташы. Сол жерден бір кірем зданияға. Орын бар ма десем, бар дейді. Арендасы қанша десем, 50 000 дейді. Қалтамда 100 000 теңге бар. Сөйтем де жақсы деп 50 000 төлейм. Енді ішін жасатайын десем, ақша жоқ. Сонымен киініп келем де, Зарина бар, әпкем бар, Заринаның жолдасы бар, бәріміз келіп эмульсия сатып алып, ақша бар, ішін өзіміз эмульсиялап, сосын осындай стол, шкафтарды үйден тасимыз ғой. Үйден тасып жаңалық жүргізгенде жиналып қалған киімдерді қойып, мен магазин аштым деп отырым. Өз қаланың шетінде. Бұл жерге жалпы адам келе ма? Бұл жерде магазин ашуға бола ма? Ойланбағам ғой. Ана жерде 3 этаж офис екен ғой, ортасынан магазин ашып аласың ғой. Ой, қызығай. Сонда адамдар келді. Бүйтіп реклама жібергеннің ертесі күні қарасам, адам деген толы жүрді. Маған айтады: кішкен қаланың ортасынан ашсайым, мына жақта әрең тауып келдік қой дейді. Деп қоямын мен. И сол уақытта әлде логика жібермей тұр ғой. Бастап таныстарыңыз келіп солай жасаған болар, Жоқ, ең қызығы. Таныстардан әлі күнге дейін магазиніме келмеген адамдар бар да. Ең қызығы сол. Енді солай болу керек шығар. Оқырмандарыммен, инста оқырмандарыма көп рахмет. Сол кезде Инстаграмда ол кезде уже оқырмандарыңыз болды? Сол кезде оқырмандарым бар. 2013-те аштым. Инстаграмда дүкенді 2016-да ашып тұрмын ғой. 3 жылда жинақталған әйтеуір өзімнің оқырмандарым бар, аудиториям бар. Солар келді. Келіп жаңағы алып. Сонда да логика жібермейді. Өйткені бәрібір бір жерде тұрақты жұмыс істеуім керек деген нәрсе тұр ғой. Мамам келіп айтады:
не істеп жүрсің сен? Сауда жасап кәдімгі 9-да барып кешкі 6-да қайтатын жұмысқа кірсейші, не мынау жүрсің дейді. Содан ойланам, не істеймін деп. Сөйтіп Алматы қалалық прокуратураға пресс-службаға кіріп алғансың ана жерде, баспасөз хатшысы болып. Олар тыпырлап жүр, енді біздің лицомыз боласың, суфлер сатып аламыз деп. Бірақ мына жерде бір нәрсе жібермейді ғой. Ана бөлмеге кіріп алам да, бір анандай торға түскен, торғай сияқты болып тұрмын да ана жердеш. Бірдеме жібермейді. Сол жерде қатты таңдау жасау керек болды. Или мына жаққа еркіндікке шығып кәсіпке кету керек, или сол бағытта өмір бақи сол кабинетте қалу керек. Сөйтіп бастықтарға кіріп айттым, ренжімеңіздер, мен жұмыс істей алмаймын. Қалай істей алмайсың? Бәленбай мұнға суфлер әкеліп қойдық, сен біздің лицомыз болу керек. Сонымен арызды жаздым да, жүгіріп далаға шықтым. Сол сәт, сол дем, әлі сол ауа есімде да, бір бүйтіп тыныстаған кезім ол бірінші рет шығар өмірімде. Еркіндік дейді. Еркіндіктің дәмі, еркіндіктің ауасын мен сол кезде алғаш рет сезіндім. Содан бастап дүкенге келдім. Ана не бүйтіп қоям қойшы, Құдай, сен барсың ба? Бар болсаң, сен мені көріп тұрсың, менде ақша жоқ деймін ғой. Өздерің бірдеңе қылыңдар, бірақ деймін ғой, менің мақсатым, менің арманым, көріп тұрсаң. 3 жылдың ішінде қазақтың қыз келіншектерінің мынау қазақша киімді сәнге айналдырып, тойда хотя бы 2 келіншек қазақша киім киіп жүрсе, міне менің арманым орындалған. Болды деймін ғой, мен ақша сұрамаймын, мен басқа ештеңе сұрамаймын, просто осы арманымды орындаңдар, мен үлес қосайын, болды деймін ғой. Сөйтіп, сенсеңіздер, жаңағы жұмыстан шыққаннан кейін ана магазинде өзім сатушы болдым, өзім жаңағы фотоға түсіріп, мобилограф дейма, сондай болдым. Еще заттарымды ана апалар айтады ғой, ой қызым деп звондайды магазин телефонына, заттарыңды алып келсейші қаланың шетіне, біз бәрін сатып аламыз дейді. Сонымен зат машинама тиеп аламын да, ана Қаскелеңге барам, өйстіп жайма базарға бәрі жай, бәрі киіп шығады да, ренжіме енді бізге что-то ұнамады, енді бара ғой дейді. Қайттан заттарын жинайып, ит болып ана қайттан магазинге апарам, ана жерде өзім полын жуам, енді басқа жұмыс жалдайын десең ақша жоқ. Сөйтіп, әйтеуір 2 айдың ішінде оборотқа кіріп, қаланың ішінен бутик алам. Сол жерден жаңағы сатушы алам. Бірақ ана қысқа уақытта өз білдіріп тұрады. Бір 2 ай 3 ай болғанда ана жер маған пустой бола бастайды. Басқа жер іздеймін. Сөйтіп үлкейе берді дүкенім. Кәсіпке мінекей солай кеттім. Кәсіпкерліктен, кәсіпкер жаңағы сән дүкені бар, білеміз, қазақша осындай ою әшекейлі киімдерді дәріптеп, жаңағыдай пропагандировать етіп жүрсіз. Мына соңғы кездегі мына қазір айтып жатыр қой, мына жаңа дәуір, жаңа жер, жаңа вибрациялық деңгейге өтіп жатыр деп. Соны жалпы соған қалай келдіңіз, сол бағытқа? Сосын айтады ғой, негізі адам өмірде мысалға бір қатты өзгеріс болу үшін өмірде бір басынан қатты күйзеліс өту керек, немесе біреулер бір қатты дана адамдар бір білім арқылы келуі мүмкін да, бірақ көбінесе адамдар күйзеліс арқылы келеді. Сол сіз қалай келдіңіз жалпы осы бағытқа? Сөйтіп жаңағы бизнесте жүрмін. Енді жердегі жанат ретінде айтайын, күн түн демей жұмыс істедім. Анау шум болған кезде жанат ұйықтамаймын деп айтатын деп жүрген әңгімелер осыдан шыққан. Себебі жаңағы нөлден бизнесті жоғары көтеру үшін сен расымен де маңдай теріңмен күн түн демей еңбек етуің керек. Мен сол кезде шаршағаннан ұйықтамайтын, действительно ше. Өйткені бәленбай жұмысшы алдым, еще Қазақстан бойынша магазиндерді ашып тастадық қой енді. Тауар шығару керек, жаңа дизайндарын отырып сызамыз, қаншама дизайнермен жұмыс істедік. Сол кәсіп дизайнерсіз? Мен мысалы осындай шапан тігетін болсақ, оюларды зерттеп айтатын, енді өзім тіге алмаймын, сөзін шыны керек. Тігетін әр адам енді шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой, әр істің өзінің маманы болатын. Бірақ мен айтатын, осындай болса дизайны, ою, мысалы қанатты ою болса, мысалы қошқар мүйіз болса, сол бойынша тігетін адамдар бар, дизайнерлер. Көп дизайнермен жұмыс істеп жатырмын. Ол кісілердің және жағдайы қазіргі күні твай жақсы көтерілді. Қазақстанда қазір атақты дизайнер болып жүр. Сөйтіп
көтерілдік, материалдық жағдайымды да жасады. Енді адал еңбек еткеннен кейін біреудің ақысын жеген жоқпын. И мен үнемі айтатынмын, мен ақшасыз қалсам да айлықты уақытында берем деп, жұмыскерлер бар ғой, соларға уақытында есептеп кәдімгі таза адал еңбек еттік. Уақыт өте берді. Бір күні жаңағы мына жерде бір бостық пайда болды. Себебі бәрі бар да, отбасым бар, шүкір, бала шағам бар, кәсіп бар, үйім бар, көлігім бар, былайша айтқанда ақшам бар, бірақ бірдеме жетпейді да мына жерде. Сонымен енді ол кезде Қазақстан бойынша жаңа психологияны оқыту сән болып кетті ғой, тренингтер өткізеді, семинарлар өткізеді. Бірақ неге екен мені ешқайсысына жібермей қойды. Қаншама жаңағы психологтар сол тренинг өткізетін кісілердің кітабын жарнамалаған кезде олар күшті болып шығып кететін, Қазақстан бойынша танымал болып. Нақты жаңағы семинарына шақырса, менде бірдеме боқ болатын. Көлігім жүрмей қалады деген сияқты. Бармауым керек болған ғой. Бірақ анандай бүкіл кітапты тыңдадым, аудио кітапты оқыдым, кәсіпкерлікке байланысты, психологияға байланысты. Мені былай сырттай дайындаған сияқты болды. И оңаша дайындады. Мен ойлайтын, мен кішкене біртүрлі адаммын деп. Себебі 2016 жылы КТК-дан кеттім ғой, телеарнадан. Содан бастап мен жалғыз жүрдім. Мүлдем ортам болған жоқ. Көлікте отырам, аудио кітап. Сол 2023-ге дейін оңаша дайындады мені. Жыласам да, қиналсам да, оқысам да, дамысам да мен оңаша. Инстаграмнан бір нәрсе жазайын десем, ішімнен ерте, әлі ерте, шикісің деп тұрады. Ол сезім ретінде келе ме сізге, әлде бір үн дауыс ретінде? Сезім, түйсіктен келеді. Сосын ішімнен біліп тұрмын. Одан кейін Инстаграмда енді оқырмандарым баршылық, реклама келеді ғой, жарнамадан көп ақша табуға болады. Сонда жаңағы түйсігім алма, реклама жасама дейтін. Тұрақты оқырмандарым біледі, мен осы күнге дейін ешкімге реклама жасап көрген жоқпын. Таныстарым бір нәрсе ашатын болса, бірдеңе шығаратын болса, мен айтатын, сен алып кел маған, ол затты мен ішемін, өзім қолданамын, одан кейін айтамын. Міне болады или болмайды, ренжіме деймін. Себебі мен білмейтін нәрсені жарнама жасай алмаймын дейтін. Сосын кітап шығарса да айтатын, мен оқимын мына кітапты. Ұнамай ма шығармаймын, ренжіме дейтін. Ұнаған кітапты ол реклама сұрамаса да шығарып жүрдім. Қазір олар мықты коуч, мықты жаңа психологтар болып жүр. Сөйтіп жүргенде біртүрлі бостық үлкейе берді, кәдімгі черная дыра бар ғой, жұтатын. Мына жердегі алаң, ол үлкейсе сен жұтып қояды, ештеңе қызық болмайды. Кәсіпте, ақшада, сөздің шыны керек, отбасыңда қызық болмай қалады. Өмірдің дәмін жоғалтып. Өмірдің мәні жоқ болып кетеді, кәдімгі депрессия дейді ғой, сондай болады. Сөйтіп жүргенде коронавирус келді, және коронавирус болғанда мен сенген жоқпын, өте қарсы тұрдым. Оны үкімет жасап отыр, ойбай, ауаға жаңағы у таратып жатыр деген сияқты көпшіліктің әңгімесін айттым, сондай дақпырт тараттым, сөздің шыны керек. Антиваксерлер тарапынан дейсіз ғой. Иә, халыққа да сонымен қарсы тұратым кәдімгі. Сенесіңдер ма соған дегенде. Сол кезден бастап мен битті. Өзімнің үйім, қызық орналасқан жер, менің үйім тұр. Мына жақ Алматы облысы, мына жер Алматы қаласы, ортасында тұр үйім. Сонда оң жағымнан, сол жағымнан, алдымнан үйімнің тура алдынан шлагбаум қойылды ғой. Ешқайда шыға алмай қалдым. Ешқайда. Үйде тұрмайтын кәсіпкер үшін бұл деген ең тозақ болатын, сөздің шыны керек. Ана бақшада отырмын ғой бүйтіп. Мен енді қалай үйде отырамын деймін, ол бірінші сұрақ. Мен қалай үйде отырамын деймін. Сөйтіп үйдің сыртындағы 4 жылда бірінші рет өсіп тұрған туя ағаштарына қарадым. Сендер өсіп қапсыңдар ғой деймін, отырғызған кезде мынандай болады. Коронавирус кезінде енді не істейсің? Бақшада отырасың ғой. Анау менен ұзын. Мен айтамын, сендерге мен 4 жыл қарамаппын деймін да. Өйткені кәсіпті кәдімгі есек сияқты жұмыс істедім ғой, ештеңе күн-түн демей. Материалды жағдайды жасадым, бірақ жан-жақтағы нәрсенің бәрін өшіріп қойғам. Ағаштың өсіп кеткенін бүйтіп қарап отырмын. Бірақ өмірімде әлі мән жоқ. Сіз өтірік маған шын, ағаштар бір мезгілде маған ақ қара болып көрінеді ғой.
черно-белый кәдімгіш. Үйге қараймын, черно-белый, ақ қара түс. Не болып кетті деймін ғой ана жерде. Сонда да қоймаймын. Ана Түркиядан зат алам да, ана не блокпосттың қасында бүйтіп тұрам. Түркиядан зат келеді. Сосын сол жерде тұрам. Үйдің қасынан фотоға түсем да, адамдар ана интернеттен заказ береді ғой, заказ берсе, сол блокпосттың қасында тұрам, курьер шақырып алам. Қазақстан бойынша заттарды таратам. Сонда да қоймаймын. Түсінбеймін да, маған түсіндіре алмай жатыр. Екі ортада байланыс жоқ. Олар маған түсіндіре алмай жатыр, мен түсіне алмай жатырмын оларды. Ана дүние құлқынның қамы әлі байлап тұр ғой. Шығу қиын. Мен қазіргі адамдарды өте жақсы түсінемін. Дірілдетіп тұрып әкеп жатыр ғой. Айтады да, сен өзіңді ізде, мына жеріңді тыңда. Жабысқанды қойшы, ана қатқаннанға жабыспашы дейді. Ана адамдар әлі жабысады. Сол кездегі менің жағдайымды қазір көп адам басынан өткеріп жатыр. Мен ол адамдарды жақсы түсінемін. Ақырында мен түсінбедім, не болды? Күйеуім келіп тұр, бір мезгілде көзі бақырайып кеткен. Жақсы көретін қайнатамыз бар еді. Сол коронавирус болып бүгін кешкісін ауруханаға түскен, ертесі күні уже қайтып кеткен. Жоқ, бір сағаттан кейін қайтып кеткен. Екеуміз отырып қалдық естіп. Қалай ол? Қалай? Сонда коронавирус бар ма дейміз ғой. Сөйтіп, ертесі күні жаназасына кеткен күйеуім. Бір уақытта кеп тұр, бірдеңке айта алмайды, в общем. Бүйтіп жүр, мен кір жайып тұрмын, ойымда ештеңе жоқ. Сөйткенде туған ағам 73 жылғы, өзі бойдақ, үйленбей жүрген, үйленем деп жүрген. Сол ауруханаға түседі де, бірден ертесі күні кетіп қалады. Оны естіп тұр ғой, маған естірте алмай жатыр ананы. Анам мен әпкем де жатыр. Бір уақытта ананы естіген кезде мен шок боламын. Білмеймін енді өзімді енді. Қандай сезімде болған тіпті айта алмаймын. Сөйткен кезде өзімде жаңа давлением 150 болады. Айнаға қарасам кәдімгі, аузым былай қисайып кеткен. Үсті басымның барлығы жаңағы ұйып қалған сияқты. Құлаймын ғой. Ол кезде жаңағы скорый жоқ еді, жедел жәрдем. Дәрігерлер де жоқ. Балаларым кішкентай, екеуін қамайды да, күйеуім бірден ауруханаға апарады. Давлением 150-ден асқан. Қысқасы бір 2 күннің ішінде бірден жерге түстім. Сол жағдайдан кейін. Отырмын ғой, жалпы не болып жатыр деп. Жылауға уақыт жоқ. Себебі халық төлеп баратырмын. Ер адамдар көп кетіп жатты ғой. Блокпосттардың бәрі ашылды, ең қызығы сол кезде. Ашылды. Бір уақытта мен уже ағамды кейін жоқтаймын деп тұрмын да ішімнен. Ана адамдарды құтқару керек. Сонда сол кезде қазір артқа көз жүгіртсек, миссиям жалпы халықпен жұмыс істеу екен менде. Сөйтіп Инстаграмда отырамын да айтам. Халық ауырып жатқан адамдарды алып қалу керек. Жарайды, менің ағам кетті, туысқаным кетті. Инстаграмда ашсаңыз, күнде қаралы хабар еді ғой, ашқым келмейді. Дәрі жоқ. Дәрі өте қымбат. Бір дәрі бар еді ғой. Енді дексаметазон 2000 теңгенің дәрісін 60 мыңнан сатып атты адамдар. Сонда адамдарға айттым, өздеріңе обалы жоқ дедім. 2000 теңгенің дәрісін 60 мыңға сендер қалай сатасыңдар? Сосын халыққа айттым, давайте бірдеңе қылайық, жиналайық. Кімде дәрі бар, шықсын, Инстаграмға салам, кімге сол дәрі керек, маған шықсын, араларыңда бір-бірлеріңе бересіңдер. Осылай жұмыс істедік. Одан кейін Қырғызстан арқылы, жаңағы Ресей арқылы дәрілерді алғызып оттым да. Оны халыққа таратуға да бір сертификат керек дей ма, бірдеме дейді ғой. Сосын айттым, мен ештеңе білмеймін. Мен өзім магазинде болам, сол жерде тұрам, кімге дәрі керек, келіп аласыңдар дедім. Гранд-парктың алдында тұрып дәрі тараттық жаңағы. Сосын айттым, сатпайсыңдар дедім. Действительно, ауыратын адамға бересіңдер. Құдай көріп тұр деп қоям ғой өзім еще. Сөйтіп, халықтан ақша жинадым. Ақша жинап, тың салатын аппараттар бар ғой, соларды алдық. Кім бар? Айнұр Тұрсынбаева бар, кім Дәулеттен бар. Ол кезде сөздің шыны керек, мен атақтымын, мен анандаймын деген болған жоқ. Бәріміз жұмылып, күшті бір отбасындай жұмыс істедік халыққаша. Жұмыс істеп, сосын ақшаны жаңағы кім? Қайрат Жолдыбай. Сол кісілер алды, сол кісілерге бердім. Расписка алып алдым, міне, осындай ақша алдым деп халыққа көрсеттім. Міне, менің арым таза, ақшаларыңды міне бердім осы кісілерге.
аппаратты өздері алып келеді. Сөйтіп аурухана бойынша тараттық. Жалпы жүрген жерім шу екен, мен өзім үндемегенмен қызық. Сөйткен кезде 31-ші каналда неге деген программа бар. Соған шақырады ғой мен. Жаңағы жақын туыс қайтыс болған, анау деп. Ол кезде естеріңізде ма, мынау бас санитар Бекшин деген кісі бар еді ғой. Иә, мен сол программаға енді шығайын деп отырамын, өстіп бір уақытта көтеріле бастайды менде. Оказывается, мен ағамның қайтыс болғанын, жаңа туысқандардың қайтыс болғанын жауып қойған екем. Bir қарасам Бекшин келе жатқан кезде, көтеріледі ғой ішімнен. Алдынан атып шығып, кісі шошып кеткен. Сендер деймін ғой, дәрілер тығып қойдыңдар. Қайда тықтыңдар? Шығарыңдар деймін ғой. Сен қыздың есің дұрыс емес пе? Қандай дәрі? Аптекада толып тұр ғой дейді. Жүріңіз аптекаға. Қазір мен сізге көрсетемін. Нең бар, нең жоқ екен деймін. Әрі бар деп маған сөйтеді. Сөйтіп программаға шыққан кезде кәдімгідей тоқтамай жылаймын ғой. Ауруханаға жедел жәрдемдер тізіліп тұр, жатқызатын орын жоқ. 5 жедел жәрдем тұр. Аппараттарыңыз ескі. Ағам жерде өлейін деп жатыр. Ескі аппаратта 5-6 адамға бүйтіп кигізіп жүр. Қаншама ауру тарап жатыр. Жедел жәрдемде жұмыс істейтіндер өрімдей жап-жас жігіттер. Запас дәрілер бар деп айтты сол кезде, халыққа жеткізбеген тек искусственно. Білмеймін ол жағын. Сөзін шыны керек, білмеймін. Сосын емдеу протоколдарын дұрыс емес деп айтты. Көбісі дәріханада өліп бастады. Білмеймін. Менің әйтеуір өзімнің басымда өткергенім осы болды. Қазбалаған жоқпын, бірақ қалай бар солай жеткіздім сол кезде. Өзім Алматы каналында программа жүргізіп жүргем, таңғы программа. Ал жаңағы Бекшин енді Алматы қаласының бас санитары ғой енді. Ал мен жүргізген канал Алматы каналы. Ол Алматы қаласының жаңағы өзінің каналы болады. Бірден мен жұмыстан шығару керек деді. Сосын тағы да шулаттым. Шығарсаңдар, шығарыңдар, мен шындықты айтқаным үшін жұмыстан кететін болсам, кетем дедім. Қысқасы, былай үндемей жүргеніммен қазір артқа көз салсақ революция екен. Өйткені жаңа КТК арнасында жұмыс істеп жүрген кезде де бастығымыз Рахат Әлиев болды ғой. Сол кезде артынан шум болып, кәдімгі КТК каналын бірнеше күнге жауып тастап, сондай да шум болған. Қазір ойлап отырсам, басынан бастап өзі сондай жаңағы переворот дей ма, сондай болған екен. Төңкеріс жүрген жердің. Қай күні туылдыңыз? Мен 18 сәуірде 84 жыл туылғам. Енді нумерология бойынша халыққа қызмет ету ғой, миссиям. Сөйтіп, енді жаңағы оқиғалардың барлығы бір сілкіп алды. Тіптен қатты іздене бастадым. Кәдімгі мына жердегі алаң, мына жердегі қуыс үлкейе берді, мені жұта берді. Бір уақытта Ошоның кітаптары шығады алдымнан, осознанность деген. Тыңдайым, дым, оқпайым ғой, естімеймін ана кітапты. Не айтып жатыр деймін. Сонда да қайтпайым ғой. 3 рет тыңдадым, уже 3-шісін тыңдаған кезде барып, бірдеңе жарқ ете қалды да. 4-ші рет тыңдаған кезде машинада отырмын, жылаймын ғой, еңіреп жылаймын. Жұмысқа барғанша жылаймын. Әйтеуір бірдеңе бизнесте жүрем да, үйге қайтамын, еңіреп жылаймын, ана кітапты тыңдаймын. Сол кітапты бір 9 рет тыңдаппын. Одан кейін оның жаңағы көп қой, бүкіл Ошоның бүкіл кітабын. Одиночество, отношения тақырыбында көп жазды. Иә, оның барлығын тыңдадым. Солай менің ішімдегі кір шыққан екен. Іштегі кірді шығарсаң түседі хақ сәулесі дейді ғой. Сол ана сәуле жарқ ете қалды бір күні. Одан кейін іздене бастадым. Сонымен логотерапия, өмірдің мәні туралы түсіндіретін кітап деді. Сол кітапты оқыдым, салт дәстүрге келдім, Санжар Керімбай ағаларымызбен таныстық. Оны салт дәстүрді оқып тастадым. Одан пайғамбарлардың өмірі, қисса. Солай келе жаттым. Бір уақытта логотерапияда бүйтеді ғой. Адам дейді, шәкәрімнің бір ауыз сөзі сені оятады. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам? 3 сұраққа жауап іздеші дейді. Сол кезде сен өміріңде мән пайда болады, өмірге не үшін келгеніңді түсінесің дейді. Мен іздей бастадым, жалпы. Келдім қайдан, не істесем пайдам, өлгеннен соң не болам? Іздендім, ізденіп жүріп, бірақ
бірдеңке тынышталмай тұр да, сөйтіп Құран оқимын. Құранды оқығаным да қызық мен. Оқимын да, ана бетін оқып отырып. Ана мынандай сөйлем. Алла деп тұр, Тәңір деп тұр, жаратушы деп тұр. Бір сөйлемде. Сөйтіп имамдардан сұраймын ғой. Неге Құранда бір сөйлемде Алла деп тұрады, жаратушы деп тұрады? Оны неге бәрін жаратушы демеген, неге бәрін Алла демеген деймін ғой. Бәрі бір ғой дейді. Жоқ деймін, бәрі бір емес. Сонша мына Құранды жазғанда соған бастары жетпей қалып па? Яғни бұл жерде бірдеңе бар. Соны ізденемін. Логотерапияда Санжар ағайлардан сұраймын. Олар да білмейді. Сосын Құранды оқимын да айтамын. Неге Құранда біз рухтар туралы аз ақпарат береміз? Дейді, Құранның 99% жанға арналған. Жан, сен бүйтсең бүйтіп қаласың, былай жүр. Енді тәрбиелеген ғой, енді тәрбие түрінде. Бірақ неге жанға айтылады, неге рухқа айтылмайды деймін ғой. Екеуі бір ғой дейді. Жоқ, бір емес. Значит, бұл жерде бірдеңе бар. Сөйтіп ізденіп, не ол рух деген, не ол жан деген? Іздене бастаймын. Дух, душа. Екеуі жер мен көктей. Жауабын қайдан табамын? Кім маған жауабын айтады? Ізденем ғой, әркімнен сұраймын. Ешкім білмейді. Жауаптар анау көкейіме толмайды да, қанағаттанбай тұрамын. Сөйткенде Инстаграмда регрессология оқытам деген. Ат жөнін ұмытып қалдым, Юля деймін. Соның курсы шығып тұрады ғой. Бүйтіп оқыдым, регрессология, тоқта, бұл не? Сөйтіп интернеттен қарасам, ең алғаш мықты 20 жыл бойы зерттеген регрессолог Майкл Ньютон. Путешествие души, предназначение души деген кітаптары шығады. Ана тыңдаймын. Кайф қой. Оқимын, кайф. Секіріп жүрмін. Сөйтіп тозақ жоқ дейді ғой. Соған қуанып жүрмін мен. Сонда бейсаналы түрде мен тозақтан қорқады екенмін. Сонда да сіңіріп алғам ғой. Жұмысқа келем. Сатушы қыздарым айтады, бай бәрі жақсы ма дейді. Жақсы деймін. Не болды апай? Прикинь деймін. Тозақ жоқ екен деймін. Ана қыздардың көздері бүйтіп қалды, мына кісіге біртүрлі не болған деген сияқты қарап тұр да. Менде жаным қуанып тұр да, рухым қуанып тұр ғой, мына жерім. Уж толып жатыр да, не оқимын, рахат, ана путешествие души 2 рет оқимын. Бір уақытта предназначение оқимын, рахат. Сөйтіп қуанып жүріп, күйеуім Алматы облысы Райымбек ауданы Тоғызбұлақ ауылынан, Көлсай бар ғой, Көлсай, Шетмеркі барлығы бірге орналасқан. Жылда барамыз, мен табиғаттың сұлулығын көрмейді екенмін. Табиғаттың сұлулығын қаяқтан көріп, есігім алдында ағашты көрмей жүрген адам. Сөйтіп айтам ғой, барайықшы Шетмеркіге, пожалуйста, барайықшы. Бір нәрсе жетпей тұр да. 3 сағаттық жол, путешествие душиды қосып қойым. Күйеуім естімейді, не айтып тұр дейді, қош деймін. Тыңдаймын, Шетмеркіге барған кезде, ана жердің табиғаты керемет қой. Рахат, мен айтам, мынау деген жұмақ қой деймін. Күйеуім қайын жүрді, маған бүйтіп қарайды. Айтам, мына жер деген жұмақ қой деп. Сосын айтам, шіркін деймін да. Ана басына дейін біздің жер болса, деймін да, арендаға берілсе, мен мына жерлерге қазақ үй құрып тастап, адамдарды алып келіп, рухани әңгіме айтып, осы нәрселермен бөлісетін едім. Кәдімгі осы жолда жүрген адамдарды алып келіп, тренинг сияқты сабақ өткізіп, адамдардың көзін ашатын едім деп армандап кетем ғой. Сөйтем бір уақытта, бір айдан кейін күйеуім айтып тұр да, қайнатам звондап та, 50 жылға үкіметтен жер беріліп жатыр, жаңағы Шетмеркінің басынан аяғына дейін. Аламыз ба, не істейміз дейді. Ой, давай алайық дедім. Сонда арманымды бүйтіп жібере салғам да, сол болып тұр. Сөйтем да, не істейміз деп. В общем, білмеймін, құрала қалды, 12 қазақ үй пайда болды ғой. Әйтеуір ақшасын шыны керек, есімде жоқ. Қайдан алғанбыз? Енді магазиннен келіп жатқан шығар. Бірақ бірінші мақсат болып тұр да. Бүркен қарасам, үлкен қазақ үй. Қазақ үйлер өз-өзінен құралып тұр да. Мен ойлағандай жаңағы кім Айнұр Асанберді топпен, Санжар Керімбай топпен сөйтіп келіп жатыр ғой ана жергеш. Мәссаған деймін ғой. Арман орындалады деген осы. Сөйтіп, енді Майкл Ньютонды оқимын. Ары қарай тоқтамай тұрмын ғой енді. Мен Майкл Ньютон сияқты енді сөйлесуім керек қой, жоғарғы әлеммен.
енді не істеймін, байланысты қалай орнатамын? Ана реклама шығарған скрин жасап қойғам, регрессология оқытам деген. Юлияны табам. Сол поток уж ашылып жатыр екен. Өңке басқа ұлттың ішінде жалғыз қазақ көзім бақырайды. Мен отырмын. Офлайн, Онлайн. Онлайн. Ол Ресейде енді басқа қалада ғой. Ресейде ғой деймін, по-моему. Отырмын, жартылай түсінемін, жартылай түсінбеймін, әйтеуір бірдеме, бірақ оқыдым ше. Оқып, ең бастысы ана инструкция, жоғарғы әлеммен қалай байланысады. Майкл Ньютон қалай жасап кетті. И Долорес Кеннон туралы сол кезде білдім. И Долорес Кеннонның бүкіл кітабын оқимын ғой, жаңағы ғұмырдан кейін ғұмыр, жаңа жер. Сол кезде оқыдым, жаңа жер. Біз осы халықпен бірге жаңа жерге көшеміз деген нәрсені түсінбеймін ғой. Қалай? Планета басқа планетаға көшеді осы адаммен бірге. Құр оқып қоймаймын еще, бәрін қазақшаға аударып жатырмын мына жақта. Магазиннен ақша түседі, аудармашыларға беремін, қазақша аударамын. Ақша түседі, қазақшаға аударамын ана кітапты. Сөйтіп регрессологияны оқып біттім. Енді опытын өту керек қой. Сөйтем да қасымда өзім кішкентайымнан бірге серіктесім бар, Зарина деген. Бірінші опыт, подопытный кролик. Подопытный кролик. Сол Зарина айтым. Зарина дедім, мен регрессология оқып келдім. Туф, не ол дейді да, сен ағай тыныш жүрмейсің дейді. Пожалуйста, мен саған бір терапия жасап көрейінші десем. Зарина ауырып қалды сол кезде. Енді солай болу керек болып тұр ғой. Қасыма Заринадан кейінгі сестренкамды ертіп алғам. Көмектесесің, если что деп. Зарина ауырып жатыр. Бүйтіп тұрмын да ана қызға көзім түседі. Енді сен барсың, басқа кім бар енді? Давай жат деймін ғой. Жатып, метод бойынша, кәдімгі инструкция бойынша регрессологиядан өтіп жатырмын. Оқып, бір мезгілде трансқа түсіріп, сөйтіп жатырмын. Сіңілімнің аты Айнұр. Бір уақыт өтеді. Ол кәдімгідей бүйтіп жатыр. Ал енді қай жерде тұрмыз десем, бөлмеде тұрмын дейді. Үстіңе не киіп алғансың десем, шортик, футболка. Шашың қандай десем, өз шашы ұзын, шашым қысқа ғой деп сөйтті. Атың кім десем, атым Марат дейді. Өлі, не болып кеттің одық қой. Аға, деп. Мамаң бар ма, папаң бар ма? Мамам бар дейді. Аты кім десем, Латипа дей ма, бірдеңке дейді. Енді қазір әпкем аты Жанар ғой, әпкем қызы ғой. Ұлтың кім десем, қазақпын ғой деп сөйтті. Папаң қайда десе, папам қайтыс болып кеткен. Мектепте оқимын деді, өмірбаян бәрін айтып шықты, қысқасы. Сөйтіп мектеп бітірдім. Мектеп бітіргеннен кейін мамамды ренжіттім дейді. Неге ренжіттің десем, мен жұмыс істемейтін, мен араққа әуес болдым. Маған тек қана телевизор көріп, футбол көріп, арақ ішіп жатқанын айт, анама ол ұнамайды, анам ренжіпейден сол үшін кетіп қалды дейді. Так, енді ары қарай қазір қаншада жастасың, енді уақытымен өтіп отырық қой. Бір уақытта жасым 24-те дейді. Бүгін ішіп алдым, бірақ суға түскім келіп тұр дейді. Сол жерден жаңағы суға түседі, аяғы тартылып қалады да, өмірден өткенін көреді. Ары қарай не болып жатыр десем, бір жарық пайда болды дейді, осындай жарық. Жақсы, онда барайық дедім. Сол жарыққа барсақ, не істеп тұрсың деп едім. Мен жарық болып тұрмын дейді. Қасыңда кімдер бар десе, қанаты бар, 4 періште тұр дейді. Кәдімгі адам бейнесінде. Жақсы дедім. Сіздермен сөйлесе бола ма деп едім. Болады деді. Танысып қояйық. Атыңыз кім десем. Мен жаңағы Марат болып келген, алдыңғы өмірде қазір сенің сіңілің Айнұр болып келген, жанның қасында жүрген тәлімгер періштесіміз. Атым Ғани дейді. И енді мен оқығаннан кейін теория бар, практика жоқ. Бірақ теория түрінде бәрін біліп тұрмын. Ана кімнің кітабын жаттап алғансың, Майкл Ньютонның. Сол жерде күшті жазылған ғой. 7 періштенің. Жоқ, Майкл Ньютон «Путешествие душида», Жан Жихана деп оны аудардық. Барлығы жазылған. Ана ғалам кітапханасына бардық. Одан кейін ана иерархия бойынша деңгейге бөлінетін рухтардың, мысалы, жерге аз келген рухтар 2-ші этажда болса, жерге көп келген рухтар 5-ші этажда. 12 деңгей деп айтады. Деңгей. Бірақ біз білетін деңгей бөлек, ана жақтағы деңгей тағы да бөлінеді екен. Қысқасы, менің сіңілім жерге аз келген екен. Ол мысалы 3-ші класста деп айтайықшы, 3-ші класста тұрған сияқты болып тұр.
жоғарғы деңгейге оларға доступ жоқ. Жоғарғы деңгейде мен өзімше зерттейін деп сол жаққа өтейік деп тұрмын ғой. Ол жаққа бізге рұқсат жоқ дейді. Олардың жоғарғы деңгейдің 3-ші классқа төмен деңгейге өтуге қақысы бар екен. Бәрін аралап шықтық. Мен шокпын. Әлі менің сіңілімде андай бала күннен псориаз болатын. Аурушы. Тер ауру. Соны сұраймын ғой, неге ол деп. Өйткені жаңағы алдыңғы Марат болған өмірінде анасын ренжітті ғой, эмоция қалып кетті ішінде. Анам ренжіді, қап кездесе алмадым, кешірім сұрай алмадым деген өкініш кетіп қалды. Сол қазіргі өмірде келіп тұр да, тез келген. Сол псориаз ретінде келіп тұр. Сосын мен қасындағы періштелеріне айтамын, псориазды кетіруге бола ма деп едім. Ақырындап кетеді, 3 ай көлемінде кетеді деді. Мен ана жерде шок болдым, сөзім шыны керек. Рас екен ғой дедім. Қанша оқып жүрсең де логика жібермейді ғой. Бірақ ана жерде көргеннен кейін мен өзім шок болдым, отырып қалдым. Сестренкамды оятсам, қатты ұйықтап қаппын дейді. Ештеңке білмейді. Оны деген жоқпын. Бірақ бақылап жүрім, псориаз кетіп қалған. Өз білмейді, не болған. Өз-өзінен кетіп қалды дейді. Деймін. Ең қызығы жоғарғы әлемнің бұл жоспары екен. Себебі регрессологияда альфа состояние, тета состояние, бета состояние, тета состояние деген бар. Дельта состояние мидың 100% өшіп қалып, жоғарғы әлеммен сөйлесу. Мені осы регрессологияны құрал ретінде просто сені үйретейік дедік дейді. Себебі бірден ашып жіберсек сен шошып кетесің ғой дейді. Себебі алдыма келген адамның бәрі дельта состояниеге түсіп қалатында менімен күшті болып байланысатын ғой. Енді былай істейсің. Қазір ғаламда былай болып жатыр өзгерістер. Сенің жаңағы жарық жауынгерлері 144 мың жарық жауынгері жаңа дәуірде жерге келіп ескіні қиратып жаңаны алып келеді. Және сендер сол жарық сарбаздарсыңдар деп айтатын. Сенбейсің ба? Киелі кітаптарды оқы. Сол жерде барлық жазылған. Осыған дейін ескі дәуірде жарық сарбаздарын біз дайындадық. Олар тоқтаусыз опыт жинау үшін, мықты сарбаз болу үшін, яғни дорбасы түгел болу үшін жерге тоқтаусыз келді. Тоқтаусыз келу керек болдыңдар. Сол сарбаздарды сен жинайсың деп айтқанда мен жартылай сенетім, жартылай сенбейтін. Бірақ регрессология 1-2 айлық құрал болды. Жаңағы. Мен неге екен оқытам деп шықтым. Оқытқан кезде 20 адамнан, 10 адамнан қыздар келді. Сөйтсем, ол қыздар осылай нәзік әлеммен байланысатын сарбаздар екен. Олар сол келу керек болған. Жиналу керек болған. 5 поток оқыды. Содан кейін хабар бойынша сол енді қыздар ашылып кетті ғой. Уже регрессология емес, уже басқаша. Нәзік әлемді анық көретін болды. Сіздерге қалай түсіндірсем болады екен. Қазір жаңа көліктер шығып жатыр ғой. Жүргізіп келе жатасың, бірақ спидометр мына жерінен көрініп тұрады ғой. Сен айдап келе жатасың, бірақ әйнектен спидометр көрініп тұрады, қаншамен кетқаның. Былай қарасаң көрінбейді, бірақ жүргізген кезде мына жерде сені көрсетіп тұрады. Сондай қасиет солай ашылды қыздарда. Яғни осылай көріп отырады да, мына жерде нәзік әлемді параллель көріп отырады, сенің өткен өміріңді параллель көріп отырады. Рухтар әлемінде сен кімсің көріп отырады, қасыңдағы тәлімгерлеріңді параллель көріп отыратын қасиеттер ақырындап ашыла берді қыздарда. Уже біз 22 наурызда маған жинауым керек деді, сол қасиеті бар қыздарды бәрін жинап наурыз өткіздік. Үйге келген кезде жаңағы қыздардың барлығы хабарласады. Жанат ханым, эфирге шығуыңыз керек дейді. Жоғарғы әлемде жиналыс болып жатыр. Эфирге шұғыл түрде бүгін шығу керек деп айтты. Өзім шаршап келгем, қойш шықпаймын деймін ғой. Сөйтсем, күйеуім енді жолдасым көп нәрсеге сенбейтін. Сөйтсем, жолдасым бетіне қарасам, сен қазір эфирге шығасың дейді. Жолдасым түрмен сөйлеп тұр ғой. Қарайым, эфир шығу керек болған ғой. Сол кезде нелерді келтіріп қыздар да айтып жатыр. Жаңа дәуір келеді, әлем қирайды, катаклизмдер болады, жер сілкінісі болады, вулкандар атқылайды, ұйықтап жатқан бәленбай мың жылдық вулкандар атылады, Антарктида ериді. Бүкіл катаклизм, бүкіл о кезде әлі Түркияда жер сілкінген жоқ қой. Барлығын бір моментте көз алдымызға су өткізіп шықты да. Мен
мен эфирге шықтым ана жерде. Бұл маңызды эфир болған, халықты оятатын, әлемді оятатын эфир болған. Және ол эфир үлкен қоғамда дүрбелең туғызды, шум туғызды. Оның барлық жоспармен ол жерде халықтың түсінбей қалғаны, ескі дәуірде екі әлемнің есігі жабық болды ғой. Біз үшін о дүние, тылсым. Мамаларымыз айтушы еді, о дүниеге барып келген кім бар екен? Ешкім білмейді өлгеннен соң не болатынын дейтін. Ана әлемнің пердесі жабық болды біз үшін. Ал 21 наурызда 2023 жыл, яғни ана о дүние деген былай тұрса, жер былай тұрса, екі әлем бірікті былай. Мына о дүние тылсым әлем деген пердесін ашты, екеуі бірігіп тұр ғой. Енді мына адамдарға соны ескертіп білдіру керек, олар түсіну керек. Не істеу керек? Шум жасау керек. Сондай жоспар құрылады. Ал мен жаңағы не деп отырмын? Бүкіл болатын, алдын ала болатын катаклизмдерді сездіртіп, сондай қорқынышта отырмын. Қорқыныш күйде отырмын да, эфирге шығып, ана халыққа кәдімгі жүрегіммен айттым. Түсініңдер, өздеріңді зерттеңдер. Жаңа өмір келді, жаңа дәуір келді, болды, ескінің барлығы қирайды. Уже актуальны емес. Біз ол опыттан өттік. Баяғыда біз ештеңе білмейтінбіз. Бір Алла біледі деп жауапкершіліктің барлығын Аллаға артып қоятынбыз. Алла білмейді. Алла біледі деген Алланың миссиясы бітті деп айтқан едім менше. Болды, Аллаға жауапкершілікті итеріп қойып, бірдеңені білдіріп отыратын ондай дәуір өтті. Бұл жердегі басты ойыңыз жалпы адам өзі жауапкершілікті өзіңе аласың, иә. Бірдеңе білдіреді, бір Алла біледі, солай істетті ғой енді мені. Бір Алла бар, одан кейін бірдеңе білдіреді, мені шайтан азғырды. Екеуі бар, өзіңе жауапкершілік алмайсың. Немесе жаңағы біреудің етегінің астында жүру, жаңағы біреу дінді бастап жүрсе ұстаз деп соның етегінің астында жүру. Әйтеуір біреудің артында жүру ғой, өз ойың жоқ, өзіңді зерттемейсің, өзіңді білмейсің. Ол дәуір өтті деп. Ол дәуір өтті. Мына енді жауапкершілікті өздерің аласыңдар. Біз мысалы бұрын Алла деп жүріп, Аллаға ғана итеріп қойып жауапкершілікті, иә? Жаңағы біреу бүйтіп айтты екен деп бүйтіп жүретін болсақ, ол дәуір өтті. Біз енді әр адам жаңа дәуірде жаратушымен ешқандай посредниксіз тікелей осылай контактта болатындай жүрегі арқылы байланысатын жағдайға жеттік деп айтқанмын. Бірақ именно ішінде Алланың миссиясы бітті деген нәрсені қиып алғанда ел шум жасап жібереді, қоғамда дүрбелең туады. Енді үлкен шум болған сияқты, естідіңіз бе, естімедіңіз бе, білмеймін. Естідік. Жанат ханым осы тұста жаңа айтып жатсыз ғой. Енді осы тақырыптарда, сіз енді мына қазақ тілді аудиторияда былай әлемдегі болып жатқан өзгеріс туралы енді бастап айтқан сондай ауқымды үлкен жаңа миллиондаған аудиторияңызға айтқан адамсыз ғой. Сол себепті осындай жаңа үлкен сынға қалдыңыз, иә. Және осы тұста мен просто көбісі жаңа көрермендер түсінбеуі мүмкін, не тақырып, қайдағы жаңа дәуір деген сияқты, және сол түсінбеушіліктен үлкен сын болды да. Және осы тақырыпта мен сіздің жағыңызда тұрып қолдай отырып бір өзімнің бір-екі оймен бөлісіп айтып кеткім келіп тұр. Жалпы мына жаңа дәуір деп сіз айтып жатқан мына әлемде мысалға мына шетелдік порталда жаңағыдай платформа неде нелерде ресурстарда 3D-дан 5D-ға өтетін деп, квантовый переход дейді, эра водолея, золотой век, апокалипсис деп айтады, жаңа майя племени календарь бітеді дейді ғой, жаңағыдай жаңа дәуір басталады деп. Ғылым тілімен айтсақ, мына резонанс шумына, мына жердің вибрациялық деңгейі өзгеріп жатыр. Оны Томский обсерваторияның кәдімгідей интернетқа кіріп реальный қазіргі уақытпен қарай аламыз да. Мен де өз басым жаңағы Нил Дональд Уолш, жаңағы Ньютон, Долорес Кенн біраз адамдардың жаңағы ақпараттарын алып бір теориялық бір ілім болды да, былай айтқанда. Сосын жаңағы сіз айтып жатқан карантин басталған кезде уже манағы Freedom, ченнелдер бар ғой, Ресейде өте көп, 100-деген ченнелдер бар. Эра водолея, энергетический канал, соларға подписан болып біраз ақпаратты жинадым да. Сосын артынан жаңағы Разияны білетін өзімнің келіншегім қазір ченнелер, медиум ақпараттар келіп жатыр. Жаңа сіз айтып жатқан жаңа вибрациялық деңгей, катаклизмдер туралы, адам, әрбір адам өзінің тәлімгерімен байланысу керек деген сияқты. Жалпы ол ақпарат әлемде бар. Оны жаңағы қазір кристальный дети дейді, мына 2000-нан бері қарай туылып жатқандар, тіпті сондай қасиетпен туылып жатқандар бар, оны ашып айтып жатқандар бар. Просто жаңағыдай адамның манағы біздің өмір сүріп қалған манағы кокон дейді ғой, адамның бір өзінің
шындығы ақиқаттың ішінде жүрген кезде сіздің айтып жатқаныңыз оларға бір төбеден түскен бір салқын судай құйылып адам жаңағыдай бір былай айтқанда ойға сыймайтын бір дүние айтып жатқандай болып түсініп жатады. Дегенмен бұл тақырыпты енді сіз айтып жатырсыз, қоғамда көп айтып жатыр, және адам енді ізденетін адам психологияда да эзотерикада да қай жерде былай айтқанда айтып жатылған сондай бір ақпараттық бір жаңағы ағымда былай айтқанда сол тұстан айтқым келеді. Сіз негізінен жаңа бір тақырыпты ойлап тауып, жаңа дін ойлап тауып, бір жаңағыдай өз-өзін манағыдай бір пайғамбар ретінде жариялап жатқан ештеңе жоқ. Сіз жай ғана мен посредникпін деп айтасыз, солай ғой? Сіз арқылы, ақпарат сіз арқылы, энергия сіз арқылы, сіз жай ғана посредникпіз да. Сол тұста осындай бір кішігірім түсініктеме айтып кеткім келді. Жаңа сөзіңізді айттыңыз, сіз мысалға әлемде осыған дейін осындай кездер болған. Бұл алғашқысы емес қой. Жаңағыда айтады, Ченнелингте айтады, Атлантида деген мемлекеттер болған, да, Лемурия, әртүрлі бір цивилизациялар болған, су астына кеткен, бір материктер судың бетіне көтерілген дейді. Ал осы қазіргі сіз айтып жатқан жаңа дәуір, эра Водолей дейміз, ол мына адам физикалық денесімен өтеді деп айтылады. Осы тұста бір түсініктеме айтып кетсеңіз. Жалпы ол солай ма, қаншалықты? Бұл тақырыпты енді меніңше алдағы эфирлерде айтқан дұрыс сияқты. Өйткені ауқымды. Бұл өте ауқымды және қабылдау екі талай адамдардың мынау реинкарнация, инкарнация дегендерді білу керек. Жалпы адам өзінің кім екенін жан мен рухта ажырата білу керек та. Содан кейін барып вознесение дейді ғой, жаңағы денемен өту. Яғни біздің денеміз жаңағы топыраққа жерленбеуі мүмкін да. Оны алдағы уақытта айтқан дұрыс ау, себебі қабылдау екі талай. Атлантида, Лемурия, Пангей, ол бер жағындағы цивилизациялар екен. Жерде болған өркениеттер. Оған дейін де болған, бірақ қандай болды әлі ешкім білмейді, ол туралы алда білесіңдер дейді. Біз былай ғой, үлкен воронка сияқты, бүйтіп жоғарыдан бүйтіп келе жаттық да, ең төменгі деңгейіне түстік. Адамзат деген раса. Себебі адамның ДНК-сының спиралі 36 спиральді екен. Ал қазір бізде 2 спиральді. ДНК-сы. 2-3-ті. Қазір енді көтеріп жатыр. Бірақ бұған дейін 2 спиральді болды. Кәдімгі ең төменгі қараңғы қара дәуір бар ғой, балық дәуірі. Сол кезде. Сонда біз келіскенбіз былай. Өзіміз енді бәрін білетін высшиямыз мықты ғой, рух. Адамды ең төменгі деңгейге түсірген кезде содан қалай көтеріліп шығады. Давай сол опытты өзіміз өтеміз деп жерге келгенбіз ғой. Мысалы, ол бара-бара істелген нәрсе. Біздің ата-бабамыз мысалы өте мықты болған, жаңағы күйді ана жақтан алатын, шығармашылық ана жақтан келетін, жоғарғы әлеммен байланыста, тылсыммен байланыста болған. Мақал мәтелінің өзі қандай, қазір психологтар бүйтіп айтатын нәрсені 90 сөз тобықтай түйінмен айтады дейміз ғой. Ол кезде біздің ата-бабамыз санасы ашықтау болды. Бара-бара жапты. Және ол жоспарлы түрде жабылды. Себебі біз адамзаттың ең төменгі, ең надан деңгейіне түсіп барып, опыт жинап барып, содан көтерілуіміз керек болды. Себебі Атлантида, Лемурия не үшін құрып кетті? Оларда барлық мүмкіндікті бере салды, сана болған жоқ. Оларда бәрі мүмкін болатын. Лемуриялықтар жоғарғы әлемге барып келіп жүретін. Одан қайдан даму болады? Атлантидаға бүкіл техника, бүкіл мысалы ұшатын кілемің бар, жаңағы ұшатын машина, неше түрлі нәрселерді ойлап тапқан олар. Олардың құпиясы айтпақшы енді ашылады. Бірақ не істеген? Сана болмаған, сондықтан бір-бірін құрт жіберген. Жаңағы адам мен хайуанды будандастырып, жаңағы кентаврлар сол кезде пайда болған, русалкалар солар пайда болған. Сол адамдардың құрт жүргені ғой сол кезде. Еркіндікке беріп қойған ғой, міне саған мүмкіндік. Енді не істейсің? Бүлдірген, сана жоқ. Сананы дамыту керек болды. Сананы дамыту үшін ең төменгі деңгейге түсіріп тастау керек болды да. ДНК-ны 2 спираль қылды. Біздің қуат көзіміз бар ғой, ол қазір мысалы 7 ғой, а негізінде ол одан да көп та. Тағы да ана жақта 5 бар дейді. Возможно, одан да көп. Алтта қиып тастады. Енді не істейсің? Бізде ешқандай связь жоқ. Выживаниемен өмір сүрдік. Мына жоғарыдан келетін энергия негізінде былай ғой,
ескі дәуірде мынандай болды, жоғары и төмен, выживание. Қалай тек қана ақша табам, өлмеу, мен ешкім өлтіріп салмаса болды. Дуальность дейсіз. Дуальный. Иә, содан бастады ақ қара, жақсы жаман деген нәрсе. Сол нәрселердің бітуі ғой, былайша айтқанда. Дуальностьтан көп қырлы жаңағы многомерностьқа. Многомерныйға, иә, көп өлшемге өтуіміз біздің. Иә, жаңа айтқан, мына көпшілікте қазір тыңдап жатқандар да ойлауы мүмкін, мысалға мынадай пікір бар да, ол сіз айтып жатқан нәрсе менің мына нақты өміріме жаңағы қалай тікелей пайдасы бар немесе қатынасы бар деген сияқты. Бірақ біз білеміз ғой, мына жаңа дәуір деген ол тек қана бір нәзік әлемде болып жатқан бір өз алдына бір құбылыс емес, ол тікелей біздің өмірімізге жаңағы материалдықпен ең бірінші сынап жатыр. Көп адамдар жаңағы кредитта неде ауру, соған қатысты оның бізге өмірімізге қаншалықты қатынасы бар, сол жолға кішкене. Тікелей қатысы бар. Мысалы, сен барлығын түсініп тұрған кезде уже сен үшін ақ қара деген болмайды. Адамдардың жақсы жаман деген болмайды. Сен ұлтқа бөлінбейсің, сен дінге бөлінбейсің. Сен айналаның бәрін жақсы көріп тұрасың. Мысалы, қараңыз, кейде ұлтқа бөлініп алып, жаңағы жер-жерде соғыс болып жатыр ғой қазір. Сонда ана оңбағандар кезінде сөйтіп аналарды қырған, дұрыс сөйту керек деген кезде енді ішіңнен күлесің, үндемейсің. Сен как бы матрицадан шығып қаласың да уже. Сен өмірде былайша айтқанда кайфовать етіп өмір сүресің. Ұлтқа бөлінбейсің. Неге? Себебі өзің сол ұлтта болғаныңды білесің өткен өмірде. Біреуге озбырлық жасап жатыр ма, сен оны сынай алмайсың. Неге? Себебі анау оған өткен өмірінде озбырлық жасаған қарымтасын өтеп жатыр. Яғни мынандай шексіз санамен қарайсың да, қабылдау содан пайда болады. Сен толық қабылдаған кезде, былайша айтқанда жоғарғы әлем қасыңда қолдап жүреді. И материалдық әлемге сен уже байланбайсың. Оны өздері реттеп жатады. Ақша, жаңағы үй деген сияқты жағдайыңды. Не үшін сынайды? Не үшін қысады ақшамен? Неге жолың болмайды? Біз енді отырып алып жылаймыз ғой, Құдайды кінәлап. Значит, бұл жерде бір нәрсе айтқысы келіп жатыр деген сөзді содан білуге болады. Осы тұста бір не есіме түсті, жаңа бір регрессолог коллегамның жаңа сеанс кезінде жалпы мен өз басым жаңа сіз айтып жатқан жаңа оң сол, жаңа әділетті әділетсіз деп бөлеміз ғой, адамды бөлеміз, өмірді бөлеміз, шекара бөлеміз. Мен өзім мына ЛГБТ комьюнитиға, жаңа комьюнити дейді ғой, қатты қарсы болдым да. Жаңа пост жазып, оларды манағыдай шерулерін тыйым салу керек деген сияқты. Бұл жерде бір жаңа тонкий грань бар. Қатты қарсылық көрсетіп, оларды манағыдай жазаға тартатындай бір шектен шығумен жаңа жеке манифест деген бар. Мен ондай нәрсенің қоғамда болуына қарсымын. Ол менің жеке наразылығым. Маған керек емес, жаңағыдай менің балама, менің айналама сенің сондай жаңа навязывать еткен ойыңды. Сол айтайын дегенім, жаңағы бір сеанста адам сондай ЛГБТ жаңағы голубой болып өмірге келгенде, және оның манағы сеанс, регрессивті сеанс кезінде ол арғы өмірінде сол сондай гей адамдарды қатты қоғамнан шеттетіп, соны жаңағыдай бір өлімге жазған. Сол адам өмірде оны қабылдай алмаған үшін мына өмірде гей болып келіп тұр екен да. Оны сол жаңағыдай біз түсінетін болсақ, адамның арғы өмірі бар, жан мәңгі, сен сол адамды қабылдай алмай, соған қол жұмсағаның үшін осы өмірде осындай адам болып келдің деген түсінетін болсақ, біз одан әрі адамдарды, тіпті ЛГБТ-ның сондай гей адамдарды сөге алмаймыз да, құқымыз жоқ. Өйткені ол жаратушының жаратылысы, оның бір өзіндік жолы бар, кармасы бар. Біз тек қана жеке манифест білдіре аламыз. Мен қарсымын, сенің манағыдай бір ойларыңды менің санама улағаныңды, айтқаныңды, бірақ мен оған жаңағыдай бөгет бола алмаймын, былай айтқанда. Сондай тонкий грань бар екен да. Сондай, мысалы, барлығы опыттан өтеді ғой. Біз хан да болдық, құл да боламыз, жақсы да, жаман да, бәрі боламыз. ДНК-мызда болу керек. Тағдыр кітабы бар, білесіздер ғой, хроники Акаши дейді. Әр адамның тағдыр кітабы бар. Бұл біздің соңғы тағдыр кітабымыз, әр циклдан тұрады, 5000 жылдық тағдыр кітабымыз. Біздің осы өткен циклымыз Адам ата Хауа тақырыбынан басталады.
яғни бағанағы екі спиральді болып тұрған ДНК-мыз адамический деп аталады. Сол 5000 жыл көлемінде біздің тағдыр кітабымызға не жазылды? Сол жерден қарасаңыз, бүкіл опыт тұрады. Пока бүкіл опыт тұрмай, жаңағы жақсы болу, жаман болу, бай болу, кедей болу, жаңа сіз айтып отқан ориентациясы басқа адам болу деген сияқты. Ол толмай, ескі тағдыр кітап жабылмайды. Ал қазір жаңа дәуірге адамдардың өтіп жатыр деген не? Бүкіл опыттан өтіп тағдыр кітабы жабылады ғой. Жаңа дәуірдің жаңа кітабын береді уже. Матрицадан шығып қалып жатыр. Ескі дәуірде біз ана жақтан жазып келсек сценарийді, вот жерге осындай немен мысалы маған қасиет берді, мен жерде барып оны или емші болам, или черный магиямен айналсам деген сияқты нәрсемен түстік қой. Ескі дәуірде таңдау еркі болды жердегі адамның. Ал жаңа дәуірде уже сен рухыңмен біргесің. Жоғары жақта бұрынғыдай рухың өзімен өзі отырмайды. Бірге жұмыс істейсіңдер. Матрицадан шығып қаласыңдар. Жаңа тағдыр кітабы деген сол. Ал ескі тағдыр кітабы опыттар толмай жабылмайды. Ал енді оны ашып қарасаңыз, ішінде кім болмадыңыз, Құдай-ау. Жаңа сіз айтып отырған жаңағы еркек шора, әйел шора деген сияқты нәрселердің барлығын опытынан өткенбіз. Одан өтпей қоймайды. Ол не үшін? Мысалы 20 өмірінде, алдыңғы 20 өмірінде қыз болып келіп, уже бірінші рет ер адам болу керек болатын болса, жаңағы ортада кішкене қалыптасу сәті болады. Ондайда қызға ұқсап, немесе әйел еркекке ұқсап кетуі мүмкін. Соны қабылдауымыз керек просто. Ана жақтан түсінуіміз керек та. Осының барлығын сен білген кезде сенде ешқандай сынау, жазғыру, біреудің границасына кіру, сферасына кіру болмайды. Тек қана өзіңмен айналысасың. Себебі адам ол микрокосмос, ал галактика макрокосмос. Галактикада не бар? Біздің ішімізде сол бар. Жаңағы адамдардың мына жерінде жеп бара жатқан нәрсе ол черная дыра. Мынау соның көшірмесі. Ал жаңа дәуірде пока осының бәрін қабылдамай, мына жердегі қара құрдым жұтып қояды. Адамдар қазір сонымен бетпе-бет келіп жатыр. Мен мынадай ойлаптым, қазір тыңдап отқан көрермендерге жаңа дәуірге қатысты мен нақты өмірімде не істеуім керек? Осы жаңа келіп жатқан вибрациялық деңгейге, энергияларға сонда бір тезис ретінде айтып кетсек. Яғни бір жаңағыдай тізім ретінде бір айтып шықсаңыз, мысалы, былай деп өзіңіз адам жалпы қандай болу керек, не істеу керек деген сияқты. Енді жаңа дәуірдің қағидаты дейді ғой. Ылғи бізге айтады: махаббат, мейірім, ізгілік, әділдік, қабылдау. Енді бұл нәрселерді ауызбен айту бөлек, жүрегіңмен түсіну мүлдем бөлек нәрсе. Жүрегіңмен түсіну үшін мына ақпараттардың барлығын кәдімгідей білу керек. Ақ-қараға бөлу деген жоқ. Толықтай адамдар қандай бар, солай қабылдау керек. Одан кейін ескі дәуірде енді бұл тақырыптар жабық болды ғой, енді ешкімді жазғыруға болмайды, бізге оқытпады деп. Бұл жоспарлы түрде болды. Себебі жаңағы әлі біткен жоқ цикл, адамдар әлі тәрбиеден өту керек. Мына нәрсені біліп қоймау керек қазіргі. Карма заңдылығы, біз бәріміз рөл ойнап жүргенімізді адамдар біліп қоймау керек. Біз өзіміз рөлде болып ішінде ойнап жүруіміз керек болу үшін жоғарғы әлемде бұның бәрін жауып тұрды. Қақпағын жауып қойды да, бір анандай ғой, қараңғы бөлмеге балаларды кіргізіп қойып, ал білгендеріңді істеңдер деген сияқты. Сол мына карма туралы, мына чакралар туралы оқысаң, сен буддистсің, сен Құдайға қарсы келіп жатсың, жаңағы тозаққа барасың деп қорқытты ғой бізді. Мынандай чакралардың суретін көрсек жаба салатын едік қой. Ойбай, мына буддизм екен деп. Ол енді солай болу керек болды, бірақ барды жоқ дей алмайсың. 7 қуат көзің бары бар. Әділет заңы, карма заңы бары бар. Карма заңы енді барымтаға қарымта дейді ғой. Қазақта не ексең, соны орасың дейді. Одан кейін мысалы танымайтын бір адам келіп тұрса, қазақ жұлдызым что-то жараспай тұрып, адаммен жақтырмай отырмын дейді ғой. Танымайтын адамды неге жақтырмайды адам?
ар жағын қазып алсаң бір нәрсе тұр да. Яғни болып жатқан нәрсенің барлығы бекер емес. Карма заңын білу керек адам. Карма заңын білген кезде толықтай әлемді қабылдау сол кезде пайда болады. Себебі күнде мен мысалы бірнеше адамды қабылдаймыз біз. Әр адам кәдімгідей үлкен кітап. Ана адамның тағдырын көріп отырып, кәдімгідей сабақ аламыз. Көбінесе бір-бірімізден күнде қарым-қатынастағы адамдар. Өмірдің, ғаламның қандай әділетті екенін түсінесің. Бір тиын артық кем емес, бәрі есептеулі. Мысалы, бір ер адам келді, бізге айтады, менің әкемнің інісі 30 миллион алды дейді. Бірақ қайтаратын түрі жоқ. Бір өзі ұялмай ма, ұмытып кеткен сияқты, не істеймін, сотқа берейін ба дейді. Сонда жаңағы ана жақтағы высший ясы ғой, енді рухы айтады да, қайтармайды, ол неге қайтарады? Өйткені сен деген өткен өмірде дүниені жалпағынан басқан, шенеунік жемқор болдың, білгеніңді істедің, адамдар саған қарсы келе алмайтын. Бір жесір күйеуананың әдемі сұлу қызы болды, соны алмайынша қоймай, үйіне барып, кәдімгі наглы тартып алып, ана қызды қорлап, зорлап, ұрып, соғып, ең соңында инвалид қылып, ана кемпірге лақтырып әкеп тастадың ана қызды. Сол жерде ана күйеуана қайғырып, қолына шарасыздығына күйініп, жүректен өлді. Сол күйеуана бүгінде сенің әкеңнің інісі болып келіп тұр. Және рухтар әлемінде екеуің келістіңдер жерге келетін кезде. Мен сол қатемнің өтеуін ақшамен өтеймін. 30 миллион берем саған, сол саған көмек болады. Себебі маған мына денем керек. Мүгедек болып, сен мен мүгедек қылып, немесе өзім мүгедек болып, соқыр болып өтесем болатын еді. Бірақ мен жаңа дәуірге халыққа көмектесуім керек. Сол үшін осындай қателіктерді ақшамен, ақша деген біз қағаз деп көреміз ғой, энергия ғой. Соның энергиясымен жауып тастайық. Немесе денсаулықпен, немесе қарым-қатынаспен, немесе ақшамен дейсіз. Иә, сол нәрсемен өтейік дейді. Қазір байқасаңыз, адам бәрінің басы қатып жүр, адамдардың. Ақшасы жоқ, кредитке кіріп кеткен, немесе денсаулықпен бүйтіп жүр да. Шешуін бүйтіп қарасаң, ар жағында карма тұрады. Не ексең, соны орасың деген. Денсаулықпен өтеп жатыр. Балаңның ДЦП болып келуі мысалы бекер емес. Кредитке кіріп кетіп жатыр. Көп адамның бірінші запросы балам игроман дейді. Неге ол ойнайды? Әкесі төлеп шаршады дейді. Мысалы, қарасақ, баласы өткен өмірде жаңағы ер адам болған, сиқырлық қасиеті болған. Яғни қасиетті қасіретке жұмсап тұр ғой. Адамдарды манипуляция жасаған ұнаған. Әр адамға келеді екен де, көріп алады екен сферасына кіріп, кімде қанша ақша бар. Сөйтеді екен де, сол адаммен өтірік сөйлескен болып, есігінің алдына келіп, ана гипноздайды екен де, ана адам жүгіріп кеп ақшасын қалай бергенін білмей қалады. Ана моментті ұмыттырып тастайды. Сөйтеді да үйіне келіп, кәдімгі ақшасын алып келеді. Шешесі біледі екен ондай жолмен ақша табатын. Үндемейді, мәз болып ақшасын алып алады. Сөйтіп бай болып өмір сүрген екен сол жақта. Ал қазір сол игроман баласы жаңағы магиямен айналысқан, бір көзі жоқ ер адам. Әкесі сол кездегі ақшасын алып отқан шешесі. Мына бала игроман болып, сол алған ақшасын салып отыр. Сол кездегі шешесі, қазіргі әкесі алған ақшасын қайтадан беріп отыр. Өткен өмір деп біз айтамыз, бірақ ол параллель ғой, параллель болып жатыр біздің өткен өмірлеріміз. Яғни ана жақтағы алғаныңды мына жақтан салып атсың. Вот неге адамдар жаңа ойынға салып атыр, неге казиноға салып атыр, неге кредитке, неге бір-біріне қарыз болып, неге алаяқтар лақтырып кетіп атыр? Алаяқтар лақтырмайды неге сізді. Ешкімді лақтырмайды. Мынау ғалам әділетті өте. Бір алаяқ сізді лақтырды ма осындай миллионға, значит, сен берешек ақшаң, ғаламға берешек ақшаң. Ары қарай ол ақша кімге кетеді, оны ғалам өзі шешеді. Вот сол нәрсе. Ана кісі өзінің қылғаны ол өзі жауапты, оның өзінің тағдыры бөлек дейсіз ғой. Иә, бұл жағдайда нақты біз жауаптымыз. Иә. Сосын ана параллель әлемдер өрмекшінің торы сияқты былай болып жатыр. Бір уақытта болып жатыр, уақыт только жерде. Қазақ әр уақыт дейді ғой, сол әр уақ болып тұрған біздің өткен өмірлеріміз. Енді көп өміріміз жабылған, бірақ жабылмаған өмірлер екі әлем бірікті ғой былтыр. Сол кезде уже адамдардың белінен тартып кетіп жатыр да қазір. Ақшасы болғанның өзінде мына жеріндегі пустота болып, бір нәрсе жетпей деп сансырап жүргені, ана жабылмаған өмірлер параллель әлемде тартып тұр. Сол нәрселерді шешіп жатыр қазір. Тағдыр кітабын жабу керек. Солай.
Қазіргі сол жаңа осы тақырыпқа қатысты адамдардың көп алаңдаушылық білдіретіндер ол мына қазіргі мына климатикалық жаңа жарылыстар ғой, яғни жер сілкінісі бар, апаттар болады деп, ол жаңа шетелдік порталда да қазір ғылымда айтып жатыр, ол туралы жаңа 12 жылдық бір цикл келіп жатыр, жердің жаңа ядросы қызып жатыр деп. Сол тақырыпқа бір қатысты ойыңызды айтып кетсеңіз. Так, бұл жерде енді жалпы жаңа дәуір дегенне, ескі дәуір дегенне сол туралы халыққа айта кетейін, түсінікті болу үшін. Әр дәуір 2000 жылға созылады. 2000 жыл ол әр дәуір. Мысалы, балық дәуірі 2000 жылға созылды. Ол 2012 жылға дейін болды. Естеріңізде болса, 2012 жылы ойбай, ақыр заман келген екен деп, бәріміз дүкеннен жаңағы сабын алып, оны алып сөйтіп кеттік қой, бірақ ештеңке болған жоқ дейміз да. Ал негізінде балық дәуірі 2012 жылға дейін созылған. Жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, майя күнтізбесінің уақыты. Матрица, яғни бәріміз бір матрицаға, жүйеге бағынғанымыз жерде. Сол 2012-ден бастап балық дәуірі кетті. 2012-ден бастап жаңа дәуір, су құйғыш дәуірі кіре бастады. Су құйғыштың өзінің белгісі, қолында 2 құмырасы бар. Белгісі. Біреуімен ескіні шаямын, екінші құмырамен жаңаны алып келемін. 2012-ден бастап уже дірілдеп ол кіре бастады. Бірақ біз онша сезінген жоқпыз. Жердің вибрациясы ақырындап көтеріле бастады. Коронавирус кезінде резко көтерілді негізі. 7-ден 180-ге дейін. Резко көтерілді. Мына жерде 7 қуат көзі әбден бітіп қалған, блокта болған, немесе кармасы өтеліп, жаңа дәуірде туылам деп сабақ аяқталған жандар бірден коронавирус кезінде кетті. Жаңа дәуірде туылам деп кетті. Енді жердегі адамның көзімен қарасаң қиын, әрине. Өзім де білем, себебі жаңа коронавирус кезінде жақыннан айырылу қиын ғой. Вирустың қатысы жоқ деп айтады. Вирустың қажеті жоқ. Енді ол да ғаламның жоспарымен екен. Бүкіл адамның барлығы мынау құлқынның қамымен материалдық әлемге жабысып қалды ғой. Бәрін жеке-жеке үйде отырғызып қою керек болды. Бәрін тоқтатып қою керек болды. Мысалы, ойбай, мен үйде отырмын. Мына жақта магазин бар, мына жақта кино бар, мына алаңдайтын ештеңе жоқ болып қалды. Бәрін тоқтатып тастады. Әр адамға сен үшін бәрін тоқтаттық деді да ғалам. Енді не істейсің? Сөйтіп коронавирус келді да, 2024 жыл 21 қаңтарда жаңа дәуір толықтай өзінің тағына отырды. Енді мынау планеталар, ғалам, оның барлығы бір-бірімен байланысты ғой. Сіз мысалы 12 мүшеңіз бәрі бір-бірімен байланысты ғой, мысалы. Жер планетасы Марс, екеуі әртүрлі екен деп қолыңызды кесіп салмайсыз ғой. Мына қолыңыз Марс, мынау Плутон, мынау мысалы Венера десек, айтып тұрмын ғой, ол галактикада үлкен макрокосмос, сіз микрокосмос болып тұрсыз. Адамның денесіндегі әрбір клетка сияқты дейсіз ғой. Иә, анау жыбырлаған бүкіл планета мынау әрбір клетка. Барлығы сізге керек. Жұмыс істеп тұр. Организмге қызмет етеді. Иә. Енді мынау Плутон деген планета, ол өзі трансформация әкелетін, жерге трансформация беріп тұратын планета. Сол Плутон планетасы су құйғыш шоғырына 20 жылға 2024 жыл 21 қаңтарда тұрақтады. Оны қалай білдік біз? Алматыда жер сілкінді. Сілкінгенде де оңбай сілкінді. Және 6 балл деп айтты. Негізінде 6 балл емес, 12 баллға сілкінген. Енді уже жоғарғы әлеммен байланыста жүргеннен кейін тәлімгерлер біздің қасымызда жоғарғы күштер қалай жұмыс істеп тұрғанын біз көріп тұрдық. Себебі ондай балда, ондай 6-7 балда, жарайды 6-7 бал дейікші, Алматының спичка сияқты үйлер жарамайтын еді, қирап қалатын еді. Бір үй қираған жоқ, бір адам өлген жоқ. Ана бір видеода кәдімгідей бүйтіп қатты сілкінді ғой негізі. Ал сол кезде қарасақ, бүкіл періштелер ана үйді бүйтіп ұстап тұр ғой. Бұл жерде адамды сілкеу керек болды. Адамның санасын сілкеу керек болды. Анау жаңа дәуірдің толық кірген бізге солай көрсетті. Жер былай сілкінді, және де мынау біздің санамызда тұрған ескі дәуірдің қап-қара энергиясы кәдімгі адамдардың басында қазан сияқты келіп тұр ғой. Сол нәрсе жердің ядросына кетті, сілкіген кезде. Өте көп адамға түсінік келе бастады. Қабылдай бастады, марттан бері айтылып жатқан нәрсені.
сұрай бастады. Ер адамдар да көп сұрап жатыр. Не болып жатыр жалпы деп ше. Қандай процесс жүргенін біз көрдік. Вот жаңа дәуір, ескі дәуірді содан білуге болады. Толықтай кірді. Енді 20 жылда үлкен жер планетасында трансформация болады. Плутон өзгерісті, трансформацияны жақсы көретін, еркіндікті, әділдікті жақсы көретін планета. Бұрынғыдай система болмайды. Яғни, былай жүресің, былай барасың. Мына жерде оқысаң адам боласың, оқымасаң адам болмайсың деген қағидат жүрмейді. Медицина, ғылым, астрология, астрономия, авиация бәрінде өзгеріс болады. Медицинада дәріге тәуелділік болмайды. Жаңағы альтернативті бағыттар дейсіз. Жоғарғы әлем, яғни рухтар әлемі дейміз ба, сізге қалай түсінікті, періштелер әлемі дейміз ба, құдай әлемі дейміз ба, солар өздері білім береді. Ортада көпір арқылы, мысалы, қазір адамдар жұмыс істеп жатыр ғой. Ортадағы адамдар арқылы емдейді адамдарды. Соның бір айта кетейін, жақында айтқан бізге Разия арқылы Ченнелингта, искусственный интеллект, блокчейн, цифровизация, технологиялар біз беріп жатыр. Не үшін дегенде тез болу үшін, процесстер тез болу үшін деп. Олар көмек беру үшін керек. Мысалы, енді бәрібірде адамның логикасы бар, логикасы жібермей тұрады да, искусственный интеллект бізді басып алады, анау деп сөйдейді. Негізінде біз не үшін жіберіп жатырық искусственный интеллект? Бізге көмек беру үшін. Мәселен, мен күніне 7-8 адамға көмек беруге мүмкіндігіміз бар, бірақ мына жақта үйдің жұмысы істеп тұрады. Ол ана жерде 3 адамға мен көмек бере алмай қалам. Үй тазалау керек, жаңағы тамақ істеу керек, кір жуу керек деген сияқты. Неге жаңағы роботтар үйде тұрып соны істеп дайын тұрмасқа? Мен бәленбай адамға көмек беремін де, үйге келіп балаларыммен отыруға, жолдасыммен әңгіме айтуға уақытым көп болады. Адам миының оң жақ бағытымен дейсіз ғой, шығармашылық бағытта. Шығармашылық бағытпен жұмыс істеуге. Ескі дәуірде, жаңа дәуір, ескі дәуірді түсіне алмай тұрған адамдар тіпті қарапайым мысалмен өзіңіздің өміріңізді артқа айналдырып зерттеңізші. Біз оқыған 84-ші жылдар, аналарымыз оқыған 72-ші жылдар қандай болды, қазір қандай мектептегі. Тәртіп кәдімгідей темірдей болатын. Ана балалар қорыққаны сонша, сабаққа келе алмай қалса күнде бір туысын өлтіретін. Мен айтамын ғой, қорыққаны сонша туысын өлімге қия салады. Анау өліп қалып еді, келе алмадым дейді. Әйтпесе ауырып қалдым десе таяқ жейтін. Тәртіп сондай болды. Кәдімгідей темірдей. Расымен сондай болды. Мұғалімдер ұратын. Үйге барып айтуға қорқасың. Үйге барып айтсаң, значит өзің бірдеңе бүлдірдің деп тағы ұрады. Сол балаларды қазіргі балалармен салыстырыңыз, екеуі жермен көк. Қорқыныш жоқ. Қазіргі балалар более еркін. Оларға махаббат беру керек. Олар шектеуге келмейді. Одан кейін мына 21 қаңтар 2024-тен кейін неде кәдімгідей сілкініс болды үлкен. Ата-ана мен баланың арасындағы не бар ғой, байланыс бар ғой. Содан проблема болып жатыр. Балалар енді жаңа программамен келген, олар біліп тұр саналы түрде. Мектеп программасы толық өзгереді. Ана 5 жыл диплом үшін университетте оқып жүрудің қажет жоғын біліп тұр. И бейсаналы түрде қарсылық болып жатыр. Қазір ата-ана мен баланың арасындағы проблема осы, қарсылық. Оқымаймын дейді, бала айтады, маған мектеп қызық емес дейді. Ата-ана не? Күнделік газетін қарайды, неге 5 жоқ дейді. Тиіседі. Елдің баласы анау сен деп. Бала бейсаналы түрде қарсы келіп тұр. Сондықтан мен үнемі ата-аналарға Инстаграмда тікелей эфирде де айтам, жалынып тұрып айтам, баланы ұрмаңыздар. Себебі ана әлемде сіздің балаңыздың рухы сізден үлкен, сізге ұстаз. Сізді осы ескі дәуірдің батпағынан алып шығу үшін жаңа энергия алып келіп тұрған балалар. Жақсы көріңіз, махаббат беріңіз. Кәдімгі ана ретінде, әке ретінде. Солай ғана көмектесесіз болды. Себебі ол баланың сара жолы уже жазылып қойған. Өйткені ол мықты балалар да. Айтып жатсыз ғой, кристальный дети, радужный дети. Олар деген, шетелдіктер бөледі. Бірақ жаңа программамен уже жолдар салынып қойған балалар. Не үшін келген, олар өте жақсы біледі. Мына жаңа дәуірде, жаңа айтып жатыр ғой, мына мидың оң жақ правый полушарий адам шығармашылық бағытта көп өзін жүзеге асырады деп, соған қатысты, мына өнерге қатысты, өнер саласындағы адамдарға қатысты тоже желіде сұрақтар көп. Соған қатысты ойыңыз айтсаң жалпы осы бағытта. Жаңа дәуірде енді барлығы өзгереді деп айттық.
ол тек қана жер планетасы өзгеріп жатқан жоқ, галактика, жердің асты, мынау су асты, барлық қабаттарда өзгеріс болып жатыр. Адамдарда өзгереді сөзсіз. Одан кейін өнер жолы, ол да өзгереді. Мысалы соңғы бір 50-60 жылдықты салыстырмалы түрде алсақ, қандай күйді естідіңіз? Мысалы ана жақтан келген кім күй шығарып жатыр? Біз сол Құрманғазының күйлерін орындаймыз. Нұрғиса Тілендиев бер жағы. Одан кейін байланыс жоқ. Неге? Себебі өнер үзілді. Сен өнерлі адамсың, бірақ мына жақта связь жоқ, жоғарғы әлеммен. Шығармашылық жоқ болғаннан кейін, ана жақтан келмегеннен кейін не істейсің? Құлқынның қамына кетесің. Шетелде біреу өлең шығарып жатыр ма, аударасың. Әйтеуір выживание. Өнерде де выживание, ескі дәуір сияқты. Мынау тойды ойлайсың, қалтаңды ойлайсың. Мен мына тойға барған кезде мынандай ақша табам, мына жаққа барғанда мына 2 миллион деймін. Яғни тек қана материалдық әлемге кетіп қалды да, өнердің өзі өлді, былайша айтқанда. Енді осы олқылық орын толтыру керек өнерде. Өнер жоғарғы әлемнен келеді, шабыт. Бұл процесс уже басталды. Енді өнер адамдарының жағдайын мен қазір білемін. Жасырын келіп жүргендер бар, енді атымды айтпай-ақ қойшы дейді. Келген кезде кәдімгідей өшіп келеді ғой, ана адамның көзінде жанар болмайды. Я не болды десең, өнер бар, мықты. Альбом дайын тұр, шығармашылық дайын тұр, шығарайын десең кедергі. Неге десе, депрессияға түсіп кете беремін дейді. Ол депрессия емес, мына жердегі қара құрдым, пустата жыртып қойып жатыр. Неге? Мына жақтағы байланыс бітіп тұр. Мынау жоғарғы әлем шабыт алып келетін, мынау жердегі өзі. Екеуінің ортасы байланыс болу керек. Осы байланыс орнаған кезде вот өнер деген қайтадан тіріледі. Димашта мысалы біріккен. Димаш өзінің даусының вибрациясымен әлемді тазалап жатыр. Адамдар рактан емделіп жатыр деп айтады. Адамдар рактан емделіп жатыр, мен оған сенем. Себебі Димаштың қасында бүкіл жоғарғы әлемнің құдіретті күштері былайынан тұр. Бәрі даусымен, даусының дірілімен жерді тазалап жатыр. Енді өнер қайтадан тіріледі. Той, анау-мынау демейді. Одан кейін 91 бар ғой, 91-да тағы бір жігіт бар екен өлең жазатын. Сол өлең жазған кезде бүкіл құдіретті күштер бірге жазып тұр да, әр әріпке вибрация салып жатыр. Сол арқылы жастарды оятып жатыр. Мысалы, 91 пайда болғалы, білсеңіз, жастар қазақша сөйлеуді сәнге айналдырды. Оларды сыйлайтыным тойға шықпайды. Олар кәдімгідей қазақша керемет әндер шығарады. Сөзінде мән бар. Қазақтың жастары қандай бағытты жақсы көреді, сол бағытта былай қарасаң сәнді әрі мәнді болып тұр да. Вот өнер қайтадан тіріледі, қайтадан күй шығады. Қазақтың қара домбырасы тіріледі. Бұрын мысалы медитацияда шетелдің әуенімен жоғарғы әлемге баратын болсақ, енді жоғарғы әлемде 7-ші деңгейде күй тұр. Қазанғаптың көкіл күйі 1-ші орында тұр. Соны тыңдаған кезде қазір көп адамға айтарым, мына жерінде пустота болып жүрген адамдар, депрессияда жүрміз деп ойлайды. Мына күйді тыңдаңыздаршы, күйді тыңдаған кезде кәдімгідей көзіңнен жас шығады. Іштегі кірді тазалайды. Домбыраның, күйдің құдіретін, әлі тарихын біз дұрыс білмейміз. Бәрі ескі дәуірде былай қысқа тұр, кіріспе бар. Негізі енді әдебиеттен жазушы едік қой. Қорытындысы негізгі бөлімге енді кірдік. Қызықтар әлі алды. Одан кейін айтатыным той. Әрине, қазақтың той бітпесін дейді. Ол бітпейді, қазақтың тойы бола береді. Бірақ бағыты өзгереді. Себебі жоғарғы әлемнен қарасаң, тойдан жарық энергия шығып жатқан жоқ. Тойдан төмен энергия шығып жатыр. Барғаннан жасап жатқан адам шаршап жүреді, қашан бітеді деп. Ол тойды еще кредитке жасайды, қарызға жасайды. Әйтеуір келген ақшадан жаба салам ғой дейді. Келген адам ақшасын қимай, уақытын қимай, әрең келеді. Қашан бітеді тойлар дейді. Таңғыр-тұңғыр отырып тұрып, қолыңды соғып тұрып дейтін тамаданың арзан әзілдерінен шаршады жұрт. Бір сценарий, ешқандай ана жерде жоғары вибрация, жоғары энергия жоқ дейді бізге. Жоғарғы әлемдегілер айтады. Тойларың бір түрлі нәрсе дейді. Бағытын өзгерту керек дейді. Той бола береді енді, тойдан армасын. Бірақ стиль өзгереді.
шын көңіл, шын пейілмен барамыз. Одан кейін тойда ақшаң алып келген ақшасын міндетсініп отырады. Сосын сынап отырады. Киімі қандай тамада болды. Әнші шақырмапты, ақшасы жоқ қой, значит, жарымаса да той жасап, несі бар? Айтылады ондай. Айтатын адамдар бар. Сосын әсіресе мынау батыс жақта енді қазақи дәстүрді сақтаған деп мақтанамыз. Әйтсе де киімнің бағасымен, ана жердегі алып келген нәрсемен бақталасады. Бір-бірімен таласып тұрмасады. Мысалы, Маңғыстаудың жерінің өзінде костюм киген қазақша киімдерінің өзі анау 2 миллиондікі, анау 3 миллиондікі дейді. Біз дүкенге де келеді ғой сол Маңғыстау өңірінен. 20 миллион ба, 20 мың ба, деп сөйдеді. Ят қой, мен киіп жүрсем. Мен 200 мың деп ойласам дейді. Мен айтам, 200 мың деп ойласаң, 200 мың ала бер деймін да, сөйтіп ойлап. Бізге бәрібір ғой деп. Сонда бағамен таласады. Одан кейін оңтүстікте жаңағы алып келген қалың малмен деген сияқты. Барлығында бір материалдық нәрсеге тіреліп қалғанбыз. Бұл жерден бір шын пейіл, шын мынау жоғарғы энергия, жоғарғы вибрация жоқ. Осы нәрсе, осындай қисықтардың барлығы жайлап түзеледі 2 жылда. 2 жылдан кейін сіз танымай қаласыз әлемді. Сол күнге жетейік, аман есен. Жоғарғы ниетіміз болсын, жоғарғы вибрацияда болайық. Сізбенен жаңа айтқан бірнеше сағат, бірнеше күн тоқтамай қызықты ақпараттарды айдан әңгіме дүкен құруға болады. Мына қарап отқан осы жерге дейін көрермендерге бір кішігірім конкурс жасасақ, оның енді жаңағы сыйақысын қазір өзіңіз айтып өтіңіз. Конкурстың ережесі осы видеоның астына өзіңіздің бір ұнаған жаңа инсайт дейміз ғой, бір ойларыңызбен, түйіндеріңізбен осы астында комментарийде бөлісіп кетсеңіздер, және де жалпы қандай тақырыпта келесіде біздің әңгіме құрғанымызды қалайсыздар, не тақырыптар сізді мазалайды Жанатханнан, соны жаза кетсеңіздер. Конкурстың жаңағы сыйақысын Жанатхан. Иә, 3 адамға неге екен бергім келіп отыр. Бұл жерде астына пікір қалдырыңыздар. Жалпы мына өзгерісті қабылдап жатсыз ба? Қандай бойыңызда өзгеріс болып жатыр? Одан кейін келесі эфирде қандай тақырыпта әңгіме қозғағанымызды қалайсыз? Егер сізге ұнаса, біз осылай сұхбатты жалғастыра береміз. Және мәнді пікір қалдырған көрерменімізге біздің дүкеннен оюлы кәжеке және өте керемет кітап сыйға беремін. Керемет. Достар, белсенділіктерді аямаңыздар, лайк, комментарийіңіз қалдарыңыздар, біздің арнаға жазылыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Эфирде көріскенше.